Әлемде ақыл-ой, билік бедел, абайша айтсақ, малға емес миға талас басталды. Бұл процесті сарапшылар мылтықсыз майдан деп атайды. Әсіресе ғылым мен техниканы дамыту үдерісі қауіпті күшейтті. Сын-қатер жұқпалы дерттей жайылып, радикалды ағымдар талайды соғыссыз-ақ ағызып әкетті. Сүлеймен еңбек етпеді, ілім іздемеді. Шетелдік шейх-сымақтардың сөзіне иланып, сол уды таразламастан таратты. Тұзақ қалдымен өзі түсті, радикалдар ығына әкесі Асылбекті де жығып берді. Тыйым салынған видеоларды көріп бастадым. Оның қате дұрыс емес екендігі маған белгілі болса да, мен іштей оны құптадым өзім. Әкеме жаңағыдай интернет желісіндегі видеороликтерді көрсеттім. Жихад қазіргі таңда мұсылмандарға парыз екендігі және де қол ұшын беріп, аянбай сол жолда күресу керектігі туралы айтылды. Жастар негізгі күш, сосын алдауға оңай. Жастарда амбиция бар, бірақ артық көп құндылық жоқ. Сондықтан бұлар жеке басына келген кезде кейде осын бір өзі приключение іздеп жүретін уақыттары, экшенді жақсы көреді. Баяғыда осындай діни болмаса басқа ағымдардың өкілдері адамдармен көшеде кездесіп жұмыс істейтін еді. Қазір ұялы телефон арқылы жұмыс жасай береді. Сүлеймен Сирияға отбасымен кеткен сыныптасы Диас Амангелдіні интернет арқылы тауып байланысқа шығады. Әкелі балалы екеу содырлар сапына қосылуға ниетті екендерін жеткізіпті. Өзбек уағызшысы Абу Салах деген кісіні тыңдап бастадым. Идеологиясына еріп, соғырлықпен соғысуға бел байлаған едім. Өйткені өз еліңді, отаныңды сау адам ешқашанда тастап кетпейді. Переходной возраст деймін. Жас шақта ненің ақ, ненің қара екенін ажырата алмай, шеттен келген ақпаратты өз санама сіңдіріп алған үлкен ең алғашқы қателігім осы. Жыл басынан бері ақпарат және қоғамдық даму министрлігі дін істер сараптамасы, дін істер комитетінің дінтану сараптамасына 85-ге жоқ материал ұсынылды. Қазіргі уақытта оның 35-іне теріс қорытынды келді. Қазақ халқының салт дәстүрлері туралы әлеуметтік желілерде кеңінен насихаттау арқылы деструктивті діни ағымдар идеологиясына қарсы тұру мақсатында бөлімнің жанынан Көмбесір YouTube арнасы ашылды. Дін мәселелерін зерттеу орталығы 2014 жылы жасақталған. Құрылымы 5 бөлімнен тұрады, 36 маман деструктивті идеологияға тойтарыс беріп, Сүлеймен сияқты адасқандарға тура жолды көрсетеді. Жастарға айтатын, ата-анасын бірінші орынға қою керек, және де өзінің отанын. Интернет желісіндегі түрлі видеоларға, немесе уағызшылардың сөзіне еріп кетпей, елімізде бекітілген осы рұқсат етілген имамдарды, уағызшыларды тыңдағаны әлдеқайда жақсырақ. Жүрегімде өте қатты өкініш, сондай бір ауыр сезім күй кешіп жүрмін. Сүлеймен де, әкесі де қылмыстық кодекстің бірнеше бабымен кінәлі деп танылды. Бұған дейін теологтарды тіксініп тыңдамағандар қазір түрмедегі діни оңалту сабақтарынан қалмайды. Өзгемен емес, өздерімен соғысуда. Бұл күрес әкелі балалы екеуге күрестердің қиыны болмақ.